Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тас дәуірі, неолит. 5-ші сабақ. Жаңа тас дәуірі, неолит. Біздің заманымыздан бұрынғы 5-3 мыңжылдықтар аралығын қамтиды. Неолит тас дәуірінің соңғы кезеңі. Неолит дәуірі тас өңдеу техникасының гүлденген кезі болды. Неолит кезеңінде тас өңдеу әдістері жоғары дәрежеге жетті. Тас өңдеуде тегістеу, бұрғылау, арамен кесу сияқты жаңа технологиялық әдістер шықты. Еңбек құралдарының жаңа түрлері тас балталар, тас кетпендер, дәніккіштер, тас келілер, тас келсаптар жасала бастады. Тастан, граниттен жасалған балта, дәніккіш сияқты құралдар неолиттің негізгі жаңалықтарының бірі саналады. Неолиттік тұрақтардан сәндік әшекей бұйымдар өте көп кездеседі. Балқаштың оңтүстік-шығысындағы неолиттік тұрақтан табылған заттардың көбі кварцит пен яшмадан жасалған. Неолиттің басты ерекшелігі өндіруші шаруашылық пайда болды. Егіншілік қалыптасты, мал шаруашылығы қалыптасты, тоқымашылықты үйренді, қыш құмыра жасауды игерді. Яғни бұрын адамдар егіншілік пен терімшілікпен айналысқан кезде табиғаттың дайын өнімдерін пайдаланып отырған болса, ал енді егіншілік мал шаруашылығы қалыптасқаннан кейін өнімді өздері өндіре бастады. Адамдардың өнім өндіріп құрал сайман жасауда жеткен жетістіктері тарихта неолит төңкерісі деп аталды. Қазақстан жері мен көрші аймақтарда неолит дәуірінде егіншілік пен мал шаруашылығы қалыптасты. Бұл адамзат тарихындағы от жағуды игеруден кейінгі аса ірі экономикалық төңкеріс болды. Алғашқы егіншілер жерді аяқ қазғышпен қопсытты. Одан кейін тесені ойлап тапты. Және көптеген егіншілік құралдарын ойлап тапқан екен. Тас орақ, дәніккіш сияқты егіншілік құралдарын жасады. Неолит заманының табиғи климаттық жағдайы бүгінгі күнге ұқсас болды. Мал шаруашылығымен айналысу адамдардың ірі жетістігі болды. Егіншілік пен мал шаруашылығының дамуы әртүрлі кәсіптердің дамуына әкелді. Біртіндеп қоғамдық еңбек бөлінісі пайда бола бастады. Қоғамдық еңбек бөлінісі дегеніміз қоғамдағы топтардың белгілі бір кәсіп түріне бірте-бірте мамандануы. Мысалы, біреулер егіншілікпен, ал енді біреулер мал өсірумен, ал үшінші біреулер қолөнермен айналысқан. Адамдар шыбықтан шарбақ, табаннан төсеніш тоқуды меңгерді. Біртіндеп тоқыма тоқу қалыптаса бастады. Алғашқыда адамдар шыбықтан себет ыдыстар жасауды үйренді. Себет ыдыстармен жеміс-жидектер, ауланған балықтарды тасыды, сақтап қойды. Кейін сол себет ыдыстардың ішін сылап қойса, оған астық, ұн сияқты заттарды салып қоюға болатын еді. Бірақ бұндай ыдыстарға су құюға болмайтын, өйткені балшығы езіліп кететін. Осындай іші балшықпен сыланған себет ыдыстар өрт болған жағдайда оттың ішінде қалып қойған. Оның ағашы жанып кетіп, ішіндегі балшығы жанбақ түгіл, керісінше өте берік болатындығын байқаған. Содан кейін адамдар осы балшықтан ыдыс жасауды игере бастайды. Балшықтан ыдыс қышқымыралы жасап, оны отқа күйдірген кезде солай берік ыдыстар жасай бастайды. Сондықтан да неолитті қышқымыра заманы деп атайды. Неолит қышқымыраларға қарап отырсақ, көбінесе геометриялық өрнектер кездеседі. Неолиттің тұрақтарына тоқталамыз. Қазақстан аумағында 800-ге жуық неолиттік тұрақтар табылған. Неолиттік тұрақтар орналасу сипатына қарай бұлақтық, өзендік, көлдік, үңгірлік деп 4 түрге бөлінеді. Неолиттік тұрақтарға Шығыс Қазақстандағы Усть-Нарым, орталық Қазақстандағы Қарағанды, Зеленая Балка, солтүстік Қазақстандағы Пенки тұрақтары жатады. Пенки тұрақтары Сарыарқаның солтүстігінде орналасқан, Ертістен Есілге дейінгі аралықта орналасқан. Неолит кезеңінің ең көне ескерткіші біздің заманымыздан бұрынғы 5-ші мыңжылдыққа жататын тұрақтардың бірі Қара үңгір тұрағы. Қара үңгір тұрағы оңтүстік Қазақстандағы Түлкібас ауданының жерінде орналасқан. Қара үңгір тұрағынан шақпақтастан жасалған құралдар және сүйектен жасалған инелер, біз, тескіштер табылған. Қызылорда облысынан табылған сексеуіл тұрағының маңынан су қоймасы болған. Осы сексеуіл тұрағынан зерттеушілер өте көп жануарлардың сүйектерін тапқан, қаңқаларын, және олардың көпшілігі қой мен сиырдың қаңқалары екендігін аңғарған. Сондай-ақ жабайы жылқылардың қаңқалары да табылған. Жезқазған өңірінен 150-ге жуық тұрақ
көне кен орындары және жерлеу орындары табылған. Адамның басын солтүстік батысқа қаратып жерлеген. Бұл неолит дәуірі адамдарының өзіндік дүниетанымы болғандығын білдіреді. Неолитте негізінен аналық рулық қауым болған. Аналардың рөлі өте жоғары болған. Бірақ мал шаруашылығы мен егіншілікпен айналысу, рулардың арасындағы соғыстар ерлердің рөлінің жоғарылауына әкелген. Біртіндеп аталық руға көшу басталды.